Біз бұл үйге көштік. Саған қызметші керек па? Алдың қызметшіміз кетіп қалып еді. Жоқ, маған керек емес. Алдың қызметшіні көрсей, қандай жаман болды. Қызметші саған қажет болады ғой? Жоқ, қажет болмайды. Егер мен рұқсатымсыз жалдайтын болсам, мен сені бәрібір қызғанам. Не қызғанасың? Саған қажет болмаса, маған өте қатты қажет болады. Мен тем более қызметшіні ұнатпаймын. Жарайды. Ал санаш, тек нормальный емессің. Аха. Алло? Бізге қызметші керек еді. Аха. Біз сіздерге тауып береміз. Егер біз тауып жатсақ, сіздерге звондаймыз. Аха. Міне звондап қойдым. Егер қазір қызметші табылып қалса звондайды. Аха. Нормальный болса екен. Алдың қызметші өте жаман болды. Алло, сіздер қызметші іздедіңіздер ме? Я. Мен қызметші бола алам. Аха, мен үйімнің адресін лақтырам, сен келе бер. Аха, жарайды, қазір келем. Вот, қазір келеді. Я, нормальный болса екен. Сәлеметсіздер ме, осы үй ма? Қызметші іздеген? Я, кіріңіз. Міне, келіп тұрмын осы хат бойынша. Аха, жақсы. Жақсы, мен жұмысқа кеттім. Я, бара бер. Үйді таныстырасың ғой, я. Жақсы, мен кеттім. Так, қош келдің біздің үйге. Сен біздің үйді таза ұстап сөйтетін боласың. Түсіндің ба? Бұл үйде тіпті шаң қалмау керек. Мен шаң тозаңдардан аллергиям бар. Жақсы. Жүр. Таныстырайын саған. Мына қонақ үй. Сен бұл жердің полын жуасың. Жүр кеттік. Тағы бөлмелерді көрсетейін. Мына ас бөлмен ашақта тамақ істеп үй жинайтын боласың, білдің ба? Жүр. Мынау біздің бөлмеміз, кіруші болма. Өзіміз кір деген кезде, заттар алып кел деген кезде ғана кіресің. Жүр кеттік. Мынау ванна, осы жерді сен тазалайсың, әсіресе мына туалетті. Жақсы. Ал бұл бөлмеге вообще кіруші болма. Соңғы рет болсын осы кіру. Бұл жерде вообще кіруге болмайды. Кірсен ұрсауды, ұқтың ба? Бұл жерде біздің құпия заттарымыз сақталып тұр. Егер бұл жерде бір зат жоғалатын болса, сенен көреміз. Тіпті жұмыстан шығасың. Осы бөлме бар бізде. Жаңағы запрет қойған бөлмелерге кіруші болма. Кірсен жұмыстан сразу шығасың. Жақсы. Бізде 5 бөлме бар. Айтпақшы, сенің есімің кім? Есімім Жұлдызай. Жақсы. Смотрим, жұмысына кіріс. Мұнан тапсырсашы мусорға. Қазір. Маған барып су алып келші, сөйлеп тұрмын. Жарайды. Кішкене қатал дауыс сияқты. Енді маған күн көрсетпейтін шығар. Ой, жарайды. Су раковина ана жақта тұр. Бокалы қайда? Бокал мұнда екен ғой. Мінекей ханым.
Алып кел, тез алып келсей. Жалақы қанша? Бағана сұрауды ұмытып кетіппін. Жалақысы айына 30.000 береміз. Жақсы, рахмет. Жина. Қазір мен саған заттарды көрсетейін. Жүр кеттік. Және де мына бокалды орнына апарып қоя сал. Міне, мен саған бағана заттар дайындап қойғам. Мына терезелердің шамын сүрте сал, айналарды сүрте сал. Қанша күн сүртілмеген. Міне мынаны ал да сүрт. Тап тырнақтай болып тұрсын, ұқтың ба? Иә. Мен кеттім. Содан кейін ана бокалды орнына апарып қоя сал. Жарайды, сүртейін. Ханым, істеп болдым. Дедім ба, мына бокалды орнына апарып қоя сал. Және де кешкі тамақты істе. Не істеп жүрсің? Жарайды. Қазір күйеуім келеді. Тез бол. Жарайды. Күн келем екен. Білмей тұрмын. Так, несі қайда екен? Рецебті сонымен жасайын. Міне меню тауып алдым. Ал не жасайын? Маған қатты мына менюда. Мына тамақты істеп көрейін. Өте күшті сияқты. Картошка керек, сосын мынандай бір нәрсе керек екен. Жарайды, мынаны салып қоя салайын. Так, вот. Ал енді іске кірісейін. Так, міне жасап неттім. Енді шайды да қойып қойдым. Енді мынаны пісіре берейін. Так, тамақты істедім ба? Иә, ханым, істедім. Күшті істепсің, жарайсың. Ертең өзің білесің, тек дәмді етіп істеу. Ханым мырза, жүріңіздер шай тамаққа. Жаным, жүр кеттік. Тамақ күшті сияқты. Жеп көрейін. Күшті жасапсың ғой, дәмді екен. Қайсы мен де көрейінші. Қызметші шыға тұршы сыртқа. Мынаны тамағы ұнаған жоқ. Жан өзің жесаш. Мен ертең магазиннен бір нәрседен өзім тамақ сатып алам. Мынаны тамағы ұнаған жоқ. Неге? Маған ұнады. Саған ұнаса, маған ұнаған жоқ. Ең құрмағанда шай ішу. Хотя дегенде бір нан жейінші. Болды, все. Мен ойымша мынаусы дәмді ғой. Саған қалай ұнамайды? Ұнады. Мынаны тамағы вообще ұнаған жоқ. Мен мына тамаққа шаш түсіп кеткен басымдай көрді. Қандай шаш? Жынды ғой деймін. Шаш жоқ қой. Бір әйтеуір ұнаған жоқ. Жан болдың ба? Я болдым. Қызметші. Ал ханым. Мына жерді жинай сал, біз болдық. Ас болсын сіздерге. Рахмет.
күшті қылып тамақ істеуге тырыссам. Қызметші: ау мырза, бүгінгі тамақты күшті жасағанын үшін міне ақша 30 мың. О, рахмет мырза, қазір апарып қоя салайын. Мен ұйқым келді, барып ұйықтайын. Қайырлы түн. Саған да қайырлы түн.